Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте керемет болып шығатын үй жағдайындағы дөнерді пісіретін боламыз. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біз алдымен куриная грудканы бөлшектеп, ұзынша қылып турап алуымыз керек. Дәл видеодағындай ұзын-ұзын қылып турап аламыз. Оны алдын ала қысып тұрған табаға салып, қуырып аламыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Қақпағын жауып, кішкене бұқтырып аламыз. Дәл осындай пістау дегенде оған тұз, бұрыш және соевый соусты кішкене қосамыз. Тағы да араластырып, әбден піскенше қақпағын жауып қоямыз. Енді картобымызды алып, дәл видеодағындай ұзынша қылып турап дайындап аламыз. Картоптарымыз міне осындай ұзынша болуы керек. Енді біздің жаңағы етіміз дайын болды. Бұны алып, дәл осы майға картоптарымызды пісіріп алсақ болады. Картоптарымызды жақсылап пісіріп аламыз. Тұз қосуды ұмытпаймыз. Араластырып отырамыз. Енді біз дөнерімізге қажетті қиярды ұзынша қылып турап аламыз. Қиярымызды турап болдық. Енді қызанақты тураймыз. Дәл осындай ұзынша қылып тураймыз. Енді қызанағымызды турап болдық. Енді жаңағы пісіріп алған етімізді осылай ұсақ бөлшектерге турап шығамыз. Енді өздеріңіздің қалауыңызша сырды турауға болады. Сырды теркадан өткіземіз. Сырды енді қосып, қоспасаңыздар да болады. Менің балаларым сырды жақсы көргендіктен мен сыр қостым. Енді бізге соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге кетчуп пен майонез керек. Екеуін бір ыдысқа салып, араластырып, соус дайындап аламыз. Соусымыз міне осындай дайын болды. Енді лавашқа кішкене соусты жағып, кезекпен жаңағы дайындаған заттарымызды салып отырамыз. Дәл осылай ораймыз. Лаваштың аларда датасын қарап алыңыздар. Көп тұрқаған лаваш болса сынып кетуі мүмкін. Свежий лаваш алыңыздар. Міне осында кезекпен салып, жақсылап орап дайындап аламыз. Енді табамызды алдын ала қыздырып, оған екі жағын қарып аламыз. Қызартып. Міне осындай дөнерлер болып шықты. Өте дәмді. Сіздер де осылай мен рецептім бойынша үйде пісіріп көрсеңіздер болады. Рахмет.